Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Сабақтың тақырыбы интернеттің шығу тарихы. Бүгінгі сабақта интернеттің шығу тарихы, Wi-Fi-дің жұмыс істеу принципі туралы айтамыз. Сіздер білесіздер, коммуникация құралдары ғасырлар бойы дамып келе жатыр. 16 ғасырда газет, 17 ғасырда журнал, 20 ғасырда теледидар мен радио жасалуы ақпарат саласын таң қалдырды. 21 ғасырда барлық телекоммуникацияларды біріктірген интернет пайда болды. Басында интернеттің шығу тарихы туралы біліп алайық. 1969 жылы интернетті алғаш Америка ойлап тапты. Интернеттің пайда болуына 20 ғасырдың 60 жылдары аяғында жарық көрген ARPANET есептеу желісі үлкен септігін тигізді. Бұл желіні Advanced Research Project Agency деп аталатын ақш-тың үкіметі ұйымы құрастырған болатын. Олар интернетті ракетаға қарсы қорғаныс, жасанды интеллект және химиялық қару үшін қолданды. 1971 жылы желі арқылы электрондық почта жіберуге мүмкіндік беретін алғашқы компьютерлік бағдарлама жасалып, кеңінен таратылды. 1983 жылы 1 қыркүйекте ARPANET желісі NCP протоколынан TCP/IP протоколына көшірілді. Бұл протокол қазіргі кезге дейін желілерді біріктіру үшін қолданылуда. 1983 жылы интернет термині ARPANET желісіне байланысты айтылатын болды. 1990 жылы ARPANET желісі NCF-NET желісімен бәсекелеске шыдай алмай өз жұмысын тоқтатады. Осы жылы интернетке телефон арқылы қосылудың сәті түсіп, 1991 жылы бүкіл әлемдік Tor интернет пайда болады. Негізінен интернетке жоғарғы жылдамдықпен ену технологиясын үшке бөлуге болады. Бірінші, телефон желісіне негізделген технологиялар, модемдер және ADSL. Екінші, кабельдік теледидар жүйесін қолдануға негізделген. Оларға CDTV және Communicated Antenna TV. Үшінші, сымсыз байланысқа негізделген технологиялар. Олар қазіргі кезде көп қолданыстағы Wi-Fi-ді жатқызуымызға болады. Wi-Fi туралы толығырақ айта өтсек. 80 жылдары персоналды компьютерлер шыға бастады. Бірақ ол жылдары компьютерлер кабельдер арқылы интернет желісіне қосылды. Кейін ғалымдар радио сигналдар арқылы ақпаратты тасымалдауды ойлап тапты. Басында қазіргі керемет идея сәтсіздікке ұшырады. Неге деп ойлайсыздар ма? Өйткені әрбір сигналдар қабырғаларға, жиһаздарға шағылысатын болды. Сөйтіп, сигналдар дұрыс таратылмады. Ғалымдар мәселенің 10 жыл бұрын шешілгенін білмеді. Бәрі 70 жылы Джон О. Салливан, қазіргі Wi-Fi-дің әкесі, инженер-электриктің арқасы. Ол өзінің командасымен ғарыштағы қара құрымнан, орысша айтқанда черная дырадан радиосигналдарды анықтауға тырысты. Нәтижесінде тез Фурье трансформациясы деп аталатын күрделі теңдеулер пайда болды. Өкінішке орай қара құрымды табу мүмкін болмады. Сөйтіп барлық зерттеулерін тоқтатты. Таң қалдыратыны, 20 жылдан кейін О. Салливан және оның командасы сымсыз желіге мүмкіндік беруге шешім қабылдады. 96 жылы олар өздерінің алғашқы патенттерін кеңейтті және 97 жылға қарай кодты бұзып 802.11 протоколының бірінші нұсқасын енгізді. Айтқанға жеңіл болу үшін High Fidelity сымсыз дәлдік дегенді білдіретін атау берілді. Бірақ біз қазіргі кезде оны тек қана Wi-Fi деп атаймыз. Енді Wi-Fi қалай жұмыс істеу принципін қарастырайық. Wi-Fi сигналы жоғарғы жиілікті радиосигнал болғандықтан роутерді пайдаланамыз. Роутер дегеніміз компьютерлерді радио толқындар арқылы байланыстыру үшін пайдаланатын құрылғы. Wi-Fi желісі арнайы 2.4-5 ГГц деп саналатын радио жиіліктері арқылы шағын қашықтықтарға арналған және жылдамдығы жоғарғы технология. Wi-Fi желісі қосу нүктелерінен құралады. Әрбір анықталған орнында кіру нүктесі access point орнатып, нүктенің төңірегінде 50-100 метрде радиуста hotspot немесе Wi-Fi аумағы деп аталатын аумақтар құрылады. Ғаламторға кіру үшін осы нүктелердің радиусына кірсеңіз болды. Ғаламторлар баптаулары автоматты түрде жасалған. Егер сіз дәл осы процестің қалай жұмыс істейтінін елестеткіңіз келсе, сіз мысал ретінде досыңызға қызықты фото жіберейік делік.
Ол фотосы жіберу түймесін басқан сәттен бастап кішкентай пиксельдерге немесе пакеттерге бөлініп, роутер арқылы досыңыздың ұялы телефонына жетеді. Жіберілген сурет пазл сияқты тез жиналып, өз қалпына оралады да, досыңыз жіберілген фотоны көріп, күле алады. Сіз жіберген видео, аудио барлық ақпарат түрлері тура осы сияқты жеткізіледі. Кейде ақпаратты жіберген кезде Wi-Fi-дың сигналдары төмендеп немесе жоғалып кеткенін байқайсыздар. Wi-Fi жарық пен дыбыс сияқты жұмыс істейді. Роутерден қаншалықты алыстасаңыз, соғұрлым аз қуат аласыз. Кәдімгі роутер шамамен 30 метрде жұмыс істейді. Кез келген бағытта және кез келген элемент сол сигналдарды бұғаттай алады, тіпті адам денесі де. Егер сіз роутер мен құрылғының арасында тұрсаңыз, сигналдың төмендеуін байқауыңыз мүмкін. Сондықтан роутерді кең кеңістікке немесе терезенің алдына қойған жөн. Сонымен балалар, интернет дегеніміз дүниенің әр түпкіріндегі тұтынушыларды бір-бірімен мәліметтер қоймасы, бейнелер, дыбыстар арқылы жеңіл алмасуға мүмкіндік береді. Сондықтан да біз көп уақытымызды интернетке арнаймыз. Әсіресе қазіргі уақытта қашықтықтан оқуға таптырмайтын құрал. Қалай ойлайсыздар, интернет жоқ болса, қашықтықтан оқу процесі қалай жүзеге асушы еді? Үйге тапсырма, интернетсіз қашықтықтан оқыту тақырыбына өз ойларыңызды жазып, Canvas платформасына жүктеңіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.